Жалпы психологияда екі ұғым бар. Біріншісі ол Вертер синдромы деген нәрсе. Адамдарға бір мысалы қауіпті бір қылмыскер туралы, қылмысты оқиға туралы алғаш айтсаңыз, адамдар денесі түршігеді, үрке қарайды. Екінші рет айтсаңыз, денесі жай үйрене бастайды. Оны мен кеше естідім дейді. Бір аптадан кейін сол ақпаратты тағы айтсаңыз, ол адам ол ақпаратты қалыпты жағдайда қабылдайды. Біз үшін дін саласындағы мынау экстремистік, террористік, қауіпті контенттердің де мәселесімен осы мәселемен түсіндірген болар ем. Осыдан 20-30 жыл алдын жалпы Қазақстанда террористік оқиға болады деп айтсақ, ешкім сенбейтін еді. Өкінішке орай, біздің тәуелсіз Қазақстан тарихында 10-нан астам террористік ірілі, ұсақты, үлкенді, кішілі болды. Интернеттегі қауіпті контенттің ең қауіптісіне мен бұны маман ретінде мынадан қауіптенемін. Бірінші, біз эмоциямен қабылдаймыз, қорқамыз, үрей тудырамыз. Екіншісінде енді оған қалыпты жағдаймен қарай бастаймыз. Үшінші рет сол тура қауіпті контентті біз көрген кезде біз оған етіміз үйреніп кеткен. Даиштің, ИГИЛдің видеоларында алғаш әлеуметтік желілерде таралған кезде бәріміз үреймен көрдік. Бірақ оны 4-5 рет көргеннен кейін адамдарда тіпті эмоция жоқ, кәдімгі мал сойып отқан көргендей көріп отыра беретін жағдайға да жетіп қалдық. Міне интернеттегі қауіпті контенттердің ең бір өзекті мәселесі, мен айтарым, сол Вертер синдромы біздің қоғамға енді. Екінші бір мәселе бар. Әлеуметтік желіні қолданатын халықтың 80-90% деп айтсам мен қателеспеймін. Ақпараттың қашан салынғаны, қайдан салынғандығы туралы біз мәлімет іздемейміз. Кең ойланбаудың салдарынан ертең опық жеп қалып жатқан жағдайларымыз да жетеді.